республикалық мақтанышым деп аталады. Қазақстанның ұлттық мәдениеті мен дәстүрлері. Тәртіпті бол, тапқыр бол, ең бастысы әдепті болу керек. Біздің мемлекетіміз үшін өздерінің қызметтерін жасайды, атамекенімізді және де өзіміздің мемлекетімізді қорғайды. Уақыттарда қазақ елімізге көмектескен болған, бізге адал қызмет еткен. Елге деген махаббатын жүрегімізде көрінді жатыр. Отанға деген адал махаббатты саясаткерлігі қабанбайды. Елде шығу және де біздің еліміздің атағын бүкіл әлемге танытқан Абай Құнанбайұлы. Келесі кезек шығармашылық тапсырма, бірінші топ сендерге. Ұлттық құндылықтар, екінші топқа мәдениет және спорт, үшінші топ ұлттық рәміздер және тіл. Біздің топқа берілген тақырып ол бізде тәуелсіздік пен саясат. 1991 жылы Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялаған болатын. Жалпы тәуелсіздікті жариялағаннан кейін біздің республикамыздың саясаты өзгеріске енген болатын және ең бірінші ол бізде билік жүйесінің өзгеруі, яғни президенттік басқарудың пайда болуы. Ұлттық ойындарға біздің сандық, кей жерде тұратын заттарға барлығын қоса аламыз. Жақсы жарайсыңдар. Үш шақырмалықпен бағалап қоямын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Келесі тапсырма күшуар ойын ойнаймыз. Бұл жерде сұрақ тапсырмалар болады, оларға жауап беруге тырысамыз. Елдің басының авторлары кімдер? Шот-Аман Уәлиханов пен Жандарбек Мәлібеков. Елтаңбада не бейнеленген? Елтаңбада шаңырақ, уықтар, екі қанатты тұлпар және шаңырақ бейнеленген. Бұлар бірлік, бейбітшілікті білдіреді. Келесі оқушылар қазақ айтады ғой, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Сол себепті қазір енді оқушыларымыздың өнеріне береміз. Ғадаев үш бақтым. Ең бірінші бақтым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенің. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбат бірақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақтым тілім менің, қасиетті тілімнен түңілмедім. Кейде кей дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақтым бар үшінші отан деген, Құдай десе кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсын ба, ойланбай-ақ кел дәменен, отау менен. Мен қазақпын, Жұбан Молдағалиев. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Жүрегімді таныстым мұң түріммен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күннен түн түрілген. Қазақстан бүгін бақтың тұсы әр адамға қонықтыр, о тәңірім бізді баққа жолықтыр. Бүгін міне тәуелсіздік ағайын, әр қазақтың жүрегі болып соғып тұр. Жасыл жайлау, тіпті кілем, көк кілемде көп алмаймын, көк кілем, маңдайымнан сипап өткен самалды, қазағымның алақаны деп білем. Қайда жүрсең, ата бекен, көкейімде жата бекен, күннің өзі ұясына қимай оны бата бекен. Бүгінгі сынып сағатында өздерің талдап айтып өткендей, біздің тәуелсіз еліміздің болашағы жастар сендердің қолдарында. Яғни біздің жастарымыз білімді, ақылды, болашақта елімізге беделді, халқымызға қалаулы азаматтар мен азаматшалар болады деген сенімдеміз. Олай болса, әрқашанда біздің тәуелсіздігіміз баянды болсын. Сынып сағатымыз аяқталды.